Жұрт көзіне жиі бірге түсетін Әли Оқапов пен Арманайды бүгінде жанкүйерлері жұптастырып та үлгерген. Қос әншінің арасынан жылт еткен махаббат отын іздеп жүргендерге олардың өз айтары да бар. Тұшымды жауапты Арманайдың өз аузынан естейік. Жиын той мерекелік іс-шаралар. Барлық ортада Арманай мен Әлидің жұбы жазылмайды. Осыған қарап жұрт та екеуін көңіл жарастырады деп жориды. Әли жайлы сұрап әлектейтіндер көп дейді Арманай. Дегенмен әнші сан сауалдардың астына алғандарға соңғы жауабын берді. Әли Оқапов мен өте жақсы досым. Біз өнер академиясынан бері таныспыз, доспыз. Сол академиядан бері өте жақсы араласып, мен ағамдай көремін Әлиді. Әлиді тек досым деген Арманай өзінің сүйген жаны бар екенін жеткізді. Бұйыртса тойдың аулыда алыс емес көрінеді. Түсіріліп жатқан жаңа бейнебаянның сюжетінде әншінің болашақ жарымен қалай танысқаны, оның тұрмысқа шығу жайлы ұсыныс жасағаны толық суреттелмек. Бұл идеяны Төреғали мен Мөлдірден көшірдің деп сөгетіндер де бар екен. Барынша біздің басымыздан қалай өтті, дәл солай таспалауға тырысып жатырмыз. Төреғали мен Мөлдірге дейін ол болды, және де бола бермек. Менің баяндайтын әңгіме мүлде басқаша. Менің әнім басқалардан өзгеше деген әнші шаш бояп стилін өзгертетіндерді де тілге тиек етті. Арманай өз табиғатында жат дүниеге эксперимент жасауға әлі де дайын емеспін деп отыр.